қалады екенбіз. Сондан осындай бір қате ұғымдардан түскен өте сақ болайық. Сол үшін бұл жерде жаңағы ал енді Қазақстанның жеріне керекші. Қазақстанның жеріне келген кезде мына нәрселерді байқауға тиістіміз. Кеше ғана біз егеменді алдық. Дінге еркіндік беріле бастады. Сол заманда өмір сүрген көбіміз бар. Мүмкін жастар білмеген шығар. Бірақ жас үлкен осырда көріп отырған, білетіндер, олар нақты біледі. Бір уақыттарда мешіттер өте саны аз етін. Ол мешіттер ешкім намаз оқымаған. Тіпті біз нақты аты жөні аталатын кейбір жағдайда айтып бере аламыз. Меркі қаласында ескі мешіт болған. Ол жерде бірнеше кісілер сабақ берілген, медресесі болған. Сол мешітте азын-аулақ қариялар намаз оққан. Bir күні имам кісі мешітіміз ескіріп қапты. Мынаны бір әктейтін жерін әктеп, сырлайтын жерін сырлап, өзіміз алдына бір жинап Аллахтың үйін түзейікші, сауап қой деген сөз айтқан кезде бір шал кісі арасында тұрып айтқан екен: "Енді кімге керек? Біз соңғы оқитындар шығармыз. Оны әуре болып әктеп не қыламыз?" деген сондай бір үміт үзілген сезімге дейін барып тұрған кезде бір уақытта үлкен мешіттер соғылып, сол соғылған мешіттің ішіне адамдар сыймай, мешіттің ішіндегі адам саны сырттағы адамдар саны қаптап, сәждеге тұрып, құлшылықтар жасалып, имамдар мінберлердің үстінде Алланың сөзін айтып, бір Аллахқа сену керектігін, палшыға барудың дұрыс еместігін жария айтып атқан кездерде енді бізге не керек болып тұр енді? Аллахтың бізге сұрағанымыз осы еді ғой. Сұрағанымызды берген кезде енді бұл не сасқандық болып қалады екен. Сол үшін мына Қазақстанның жерінде мешіттің соғылып жатыр ма? Соғылып жатыр. Кітабың шығарып жатыр ма? Шығып жатыр. Құраның қазақтың тілінде ма? Жоқ әлде орыстың тілінде ма? Аударылып жатыр ма? Аударылып жатыр. Имамдар айтатын уағызын айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Жақсылыққа шақырып жатыр ма? Шақырып жатыр. Сондықтан біздің қоғамда болып жатқан үлкен бір нәрселер бар. Біз жоғарыда айтып кеттік, ең маңызды нәрсе таухидке шақыру, ең ауыр күнә ширк дедік. Қазақстанның жерінде әлбір кейбір ширктің белесінде тұрған кезде сол ширктен арашалайын, ширктен тазартайын, таухидке шақырайын деген үлкен міндет тұрған кезінде бір уақытта сен келесің де кейінгі бір іспен араласам деп маңызды істерге зиян тигізесің. Және де бір нәрсені өте біліңіздерші бауырлар. Мұсылман өзі бір намыс алып, эгоист болып кетуден өте сақ болсын. Мұсылман деген жеке басының ғана қамын ойлайтын адам емес. Сен жәннатқа кіргің келіп тұрса да өзгеге пайдаң тиюге тиіссің. Қазір шындап келгенде ислам үшін өлуден, ислам үшін өмір сүру қиын болып тұрған естен шығармайық бауырлар. Сен тірі болуға тырыс. Сен сол тірлігіменен өзің құлшылығыңды көрсет. Сен өзің мінезіңді көрсет. Сен ақиқат сөзіңді көрсет. Өзіңнің жанағы жақсылығыңды көрсет. Сенен басқаларға жақсылық тарасын. Хайруннас анфауннас. Адамдардың жақсылығы басқаларға пайдалы болған дейді. Бұл тек мұсылман айтқан жоқ, басқаларға пайдалы болған деп отыр. Ондай болатын болса, сен осы нәрсені білуге тиіссің. Сен эгоисттікке түсіп жүрме. Бұл эгоисттік мұсылманға тән нәрсе емес. Жеке басын қамын ойлап, өзге күл болмаса пүл болсын, не болса о болсын деп жеке басқа кетіп қалма. Сен әрбір шешім қабылдап жатқан кезде, біріншіден ол жақта отқан жихад дұрыс болмайтын болса, егер сен сол жақ кеткен екен, оның салдары одан да орасан үлкен апаттар әкеліп жатқан жоқ па? Сен ояқ кеткеннен кейін Қазақстанда терроризм бар, экстремизм бар деген ой туындап жатыр. Қазақстанның бейбітшілігіне зиян келетін болып тұр. Үшіншіден, дағуатқа кедергі туындайтын болып тұр. Одан кейін онсыз да исламдың былай тарағанын ұнатпай тұрған қазақтарға ислам тарап кетпесе екен, үйтпесе екен, қазақта қалай буддист қалам, қалай кришнит қалам, қалай егавист қалам, қалай баптист қалам деп жүргендерге таппай жүрген кезде сол сыныққа сылтау болып сен осы істі көрсеткен кезде олар бір жоғына тапқандай мәз қыласын. Сен кеткеннен кейін сенің артынан туған зардапқа мұсылман мүләйімсіп, дағуатшы уағыз айта алмай, имамдар уайымдап, елдің тыныштығы бұзылып, әке шеше жылап қалады да құр жеке басқа кетіп қалмайық. Жаңа айттық, эгоисттік, жеке басын қамын ойлап, мен өлем бітті, жәннатқа кірем деген жоқ. Жәннатқа кірудің жолы бар. Жәннатқа кірудің өзінің құлшылығы бар. Кезген нәрсені істеп алып, оңай құтылып кетуге болмайды. Ол жәннат қиыншылықпен қоршалған. Жаңағы осы нәрселерді біз ескеруіміз керек. Оңай жәннатқа бара салам деген ойға түсіп кетпейік. Және де біз Құран аятында көретін болсақ, пайғамбарларымыз болсын бізге үлгі болған. Сахабалар болсын, олар жеке басының мүддесінен көпшіліктің мүддесін әрқашан жоғары қойған. Нақты дәлелдерге келетін болсақ, Аллах Тағала Кехф сүресінде әр мұсылман жұма сайын оқуға тиісті оққаны сүннет болған Кехф сүресінде не деп келеді? Аллах Тағала Мұса пайғамбар мен Қыдыр пайғамбардың екеуінің оқиғасын келтіреді. Екеуі Мұса пайғамбар айтты, саған ерсем бола ма деді, Қыдыр пайғамбар сендегі ілімді үйрену үшін деді. Иә деді. Екеуі ерді.
Ергеннен кейін бірінші кемеге мінді, фанталақа хатта изракиба фил, жаңағы олар барды, жаңағы олар екеуі бірге кетті дейді. Сөйтіп олар бір кемеге мінді. Кемеге мінгеннен кейін не қылды? Қыдыр харақаха кемені тесті. Оған Мұса пайғамбар таң қалды да айтты: "Ахарақтаха ли туғриқа ахлаха". Мән беріңіздер, Аллахтың аяты. Көңіл бұрыңыздар. Не деп жатыр? Ей, кемені, міскіндердің кемесі мінген еді. Екеуі отырды. Бірақта Қызыр пайғамбар алды да кеменің астынан бір ағашты суырып, су ағатындай қойды, айып жасады. Сонда Мұса пайғамбар көрді да айтты: "Ей, сен не істеп жатсың?" деді. "Сен не істеп жатсың?" Кемен тесқанда. Кемеде кім отыр? Қыдыр отыр, пайғамбар. Кемеде кім отыр? Мұса пайғамбар отыр. Кемеде кім отыр? Басқа да адамдар отыр. Не деп айтты? "Ей, мен суға батамын ғой. Не мені өлтіргің келіп жатыр" деп өз жеке басын ойлады ма? Жоқты Мұса пайғамбарға "Өзің батасың ғой" деп оны айтты ма? Жоқты "Біз батамыз ғой" деп екеуін ғана айтты ма? Жоқ. Литуғриқа ахлаха. Кемедегілер суға батып кетеді ғой деп айтты да. Көпшіліктің жағдайын ойлады. Сол үшін жеке бір бастың мүддесін көздеп, ертең көпшіліктің пайдасы еркін құлшылып атқан құлшылықтарға кедергі тигізіп жасап жүрмейік. Ертең соғылып атқан мешіттердің батқанда құлауына себеп келіп қалып жүрмейік. Ертең орамал таққан иманды да инабалы қыздарымыздың басына күн туып, оларға көшенің байсында "Ей уахабисттер, ей террористер" деген сөзді естіп, олар жаны ауруына біз себепкер болып жүрмейік. Ертең шынымен де уағыз айтқандардың уағызының айтылмай, олардың діннің тарамай қалғаны біз себепкер болып жүрмейік. Егер Қазақстанда осындай бір мешіт соғылған болса, осы кезде біреу таухидты түсінген болса, Құдайға біреу құлшылық істесе, палшылықтан, молаға сүйінден біреу бас тартықтан болатын болса, соның бәрі имамдар мен дін уағызшыларының еңбегі. Ол нәтиже беріп тұр. Нәтиже беріп тұрған нәрседен енді біз қайда кетіп баратырмыз? Не нәрсе? Дұрыс нәрсені бұрыс қылу мұсылманның тіршілігінде болмайды. Жеке басың міндетіңді, өзің бір батырлығыңды, өзің басқанды көрсетемін деп, өзгелерге зиян тигізу үлкен өрескелдік. Бұл Құдай алдында қылмыста болып келеді. Одан кейін кез келген амалдың алдында ілім тұру керектігін естен шығармаңыздар, бауырлар. Осы жерде және баса айтатыным, қазір кезде бұрынғы кезде ғалымдар айтушы еді, кімнің ұстазы кітабы болатын болса, қатесі көп болады дұрыстығынан деп. Қазір біз қосып айтатынымыз, кімнің ұстазы интернет болатын болса, оның қатесі көп болады дұрыстығынан деп айтқымыз келеді. Өйткені көптеген интернетке кіріп алып, сол жердегі аты да беймәлім, заты да беймәлім, кейбір адамдардың сөздеріне келтірген жаңағы білімі терең болмаған жас бауырлардың әлбетте жүректерінде иман ұрып тұрған екен. Сол жастардың бұлай алдап, солардың санасына жалған аяттарды кіргізіп, жалған хадистерді басқаша бұрмалап түсіндіріп, болмаса болатқан оқиғаны басқаша көрсетіп, олардың нәпсісіне, жанына тетіне көрсетіп, олар кеттік деп жатқанның ар жағында үлкен бір сырда жату мүмкін. Ол діннің тоқтауы үшін. Сол үшін шынымен де осы нәрсе интернетке алданып қалмайық. Кез келген сайтқа кіріп алып, кез келген кісінің сөзін тыңдап, міне шақырып жатыр жеті қатқа деген нәрсеге алып барудан өте алыс болайық, бауырлар. Әсіресе кейінгі кезде мынандай нәрселер жиі пайда отыр екен. Беделді бір адамдардың аттарын пайдаланып, Шейх Усеймин айтты, пәлен айтты, түген айтты деп, бірақ шынап келсең олардың үзінділерін қырқып алғанда, толық мағынасын берместен, соның атын пайдаланып, айтқанда сол жаңағы үлкен кісілердің атыменен жалғандыққа шақырғысы келіп жатқандар бар. Соның біреусі өзімді жақын